Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерге prepositions of time тақырыбын үйрететін боламыз. Так, бұл дегеніміз уақыт бойынша шылаулар. Қазақшаға көбіне ұқсай бермейді бұлар. Бұлар өзіндік ерекшеліктері бар сипаттарға ие. Мысалы үшін at preposition'ы бұл көбіне сағатқа қолданылады. At 6 o'clock, at 7 o'clock деген сағат 6, сағат 7 болды деген сияқты. At this time яғни дәл осы уақытта. Келесі ол бізде 10 дегеніміз міндетті түрде ол күнге қолданылады. Мысалы үшін on the 15th of April, сәуірдің 15-і on Sunday, апта күндеріне қолданылады. 10-шы апта күндеріне қолданылады. Ұмытып кетпеңіздер. Sunday, Monday, Tuesday, on болып есептелінеді. Сонымен қатар on the day off, демалыс күндері деген сөздің алдында қолданылады. Келесі ол бізде in айға, жылға, маусым, яғни жыл мезгілдеріне, күн бөліктеріне қолданылады. In август, тамызда, in 1945, 1945 жылы, in, жылды айтамыз. Сонымен қатар in winter, жыл мезгілдері, қысты айтады. In the morning, afternoon, evening, таңертең, күндіз, кешке. Яғни күн бөліктеріне біз inді қолданады екенбіз. Ұмытпаймыз, жылға, айға, күнге, яғни күн бөліктеріне, жыл мезгілдеріне қолданылады екен. Ол келесі бізде in, бұл да кейін деп аударылады. Мысалы in hour. In an hour деген сөзді кездестіріп қалсыңдар, ол бір сағаттан кейін деген мағынаны білдіреді. In 2 weeks, 2 аптадан кейін деген мағынаны білдіреді. In a month, бір айдан кейін деген мағынаны білдіреді. Осындай өзіндік ерекшеліктер бар. Яғни тағы да бізде by деген ол бізде қарай. Мысалы үшін by 7 o'clock, сағат 7-ге қарай деген мағынаны білдіреді. By the end of December, желтоқсанның аяғына қарай деген мағынаны білдіреді. Келесі ол бізде since деген бері деп аударылады. Since 5 o'clock, сағат 5-тен бері. Since 1990, 1990 жылдан бері, яғни сол уақыттан бері қарайғы болып отқан оқиғаны біз баяндаған кезде since'ді қолданатын боламыз. Келесі ол бізде for аралығында, яғни for 6 months, 3 ай аралығында 3 ай бойы деген бір периодтың аралығын бізде for деп айтамыз. For prepositionсын көрсеңдер, яғни осында предлогын көрсеңдер, міндетті түрде ол қандай да бір период аралықтарда қолданылады екен. Достар, осы менің препозициялар туралы видео сабағы аяқталды. Сұрақтарың болса комментарияға жаза кетіңдер. Оған Озат YouTube каналынан тіркеліп білімдеріңді дамыта беріңдер.